Жиынға кіріп қаламын ғой, сөйтсем ше бәрі айтады, 2 баласымен айдым қабылдайсыз ба, 2 баласымен қабылдайсыз ба деп еді. Енді жақсы көріп қалса, ол баланы мен бақпаймын ғой. Тәужін екеуің бағалам десіңдер, маған бәрібір деп айттым, дұрыс па? Дұрыс. Эфирда Тәужан бір зат сыйлаған болатын. Енді көп соны сұрап жатыр екен. Не берді сізге, не зат сыйлады деп соны қазір көрсетейін. Анда сыртынан үлкен пакетмен берді. Шапан екен. Күшті. Ашық түс маған жарасады негізінде. Айгүл деп қалдым ба? Именно ондай. Айгүл эфирда көп қысқа киіп жүреді ғой, соған бар. Осындай қазақи нақышты шапан киіп отырсын деп көрдім ше. Күшті екен. Өзім ойымда болмапты вообще осы шапан алу деген сияқты. Наурызда бір жерге киіп шығып кеткен кезінде өзімді бір андай үлкендеу сезініп қалдым ба, сәл бір қызық. Рахмат деген қалай кетті. Рахмет, Тәужан. Жандарым, одан кейін мен қолдаушыларымнан осындай сыйлық келіпті. Енді бұл көреміз қазір ашып. Мен ашты камераны ашып тұрдым. Мына жақта уже белгілеп тұрған сияқты. Жандарым. Осындай сумка сыйлапты маған. Қараңыздаршы. Әдемі, күшті. Негізі менде сумкалар көп та, бірақ мен бір сумка ұстап жүре беретін әдетім бар. Анда қалай айтсам болады. Ішіне заттарын салып қойдым ба, ерінем сумканы ауыстырып, заттарды ауыстырып салғаным ба. Маған бір сумка ыңғайлы ма, мен соны бүкіл нәрсемен кие берем, таға берем деген сияқты ғой. Сол енді сумкалар жиналып жатыр. Бірақ та мен оны ауыстырмай тақпаймын деген сияқты. Енді бұл сумканы әрине тағып жүретін боламын. Осыны көрген сайын жандарым, қолдаушыларым еске түсетін болады. Сіздерге көп рахмет. Осындай күшті ғой енді. Қуанып қаламын кәдімгі шыны керек. Көңіл бөліп, маған осы қыз бір қуанып қалса екен деген сияқты. Сондай ниетпен беріп жатсыздар ғой, әрине түсінемін. Мен де сіздерді жақсы көремін, сіздер де мені жақсы көретіндеріңізді білемін деген сияқты ғой. Сол көп рахмет. Анау анаған сілтейді, мынаған сілтейді. Ана мен жауап демеспін, мен білмеймін. Әкең басына отырсын, мына жерде дейді. Шақырсын, отырын бастығын шақырсын, алаяқта мотоциклімізді. Штраф саған неге апармайсыңдар? Оля, ана жерде деген айқайды салдым ғой. Бірден 5 минутта жетіп келді ғой. Бір кезде бізді кіргізген жоқта Хуршит кіріп кеткен. Отырса, мотоциклмен келіп тұр. Қаяқтан штраф саған кетсем. Сізден құтылғанша, асыққанша мен берді ғой дейді. Маған алып алдық сөйтіп. Сенде мен шешілмейтін нәрсе шешіп берем ғой, сенде мені ертіп жүрінде қастарыңа дедім. Өзімді мақтап қоямын ғой, мен Қазақстанның адамымын ғой, мен өзімнің правамды білем. Сонда не істеп отырсың дедім, әкең басына отырсың ба мына жерде? Мен ештеңе жауап демеспін дейді. Келген адамды сен шешіп беруің керексің ғой. Вопросын шешіп беруің керексің, отырсыз ба? Анаған звондап, ана адам келіп тұр, мына адам келіп тұр деп қаяқтағы істемейтін телефонды бер. Отключен дейді, кімге звондаймын енді? Оны Хуршит историясын түсіріп алып, история ұқсап қойыпты, қойса. Сосын саған звондайды дейді. Дөкенің дөкесі не жауап бермей жатсыздар? Хуршитке кім жауап береді? Кім звондайды? Сен мотоцикліңді ақтап келдің. Өзінің мотоциклімізді келіп көре алмай тұрмыз. Жауап демеспін дейді, бір шлавырды жіберіпті. Әкең басы. Шлавыр деген не ол? Арыққа енді, арық үзіліп тұр. Ет жоқ. Сонда жауаптың басына не істеп жүрсіңдер? Кім жауапты деді қой сосын. Құдай сақтасын ба, Қазақстанда заң жоқ па дедім ғой. Не болды?